Ал енді ассалаумағалейкум оқырмандар, қалдарыңыз қалай? Мен тағы да кезекті сатылымдағы үйге келіп тұрмын. Өзінің бағасына тұрарлықтай осы видеоның соңына дейін көріңіздер. Сіздерді қазір толықтай таныстырып шығатын боламын. Бұл қаламыздағы Шанхай районы, Бауыржан Момышұлы 34 адресінде осындай керемет коттедж үйіміз сатылымға шыққалы отыр. Гараж, времянка, жалпы жаздық асханамыз, баня, бау-бақша барлығы бар. Енді қазір кезекпен кезек асықпай таныстырып шығатын боламын сіздерді. Тұрған жеріне келетін болсақ, мынау жаңа көшеміздің көрінісі асфальттанған. Мына жаққа қарай жүретін болсақ, жаңағы Ыбырайым молда мешітіне, сосын поликлиникаға қарай өтсек болады. Шанхайдағы Шәкәрім Құдайбердіұлы көшесі бар, ар жағында Бейбітшілік Мейір көшесі бар. Былай қарай шықсаңыздар, жаңағы вокзалға қарай өтуге болады. Мына жерде жаңағы Старый Перез ашылайын деп жатыр жақында. Сол ашылса, жалпы қалаға шығып кету оңай болады өте. Үйіміздің көрінісі міне осы. Ауламыздың қараңыздар, осы жерден бастап үйдің егелері стяжка құйылған, құйдыртқан жалпы көршімен бірдей қылып. Мына тұсымызда үйіміздің гаражы орналасқан, әдемі гаражымыз бар, және де магазиніміз бар. Магазинге үйдің егер кезінде магазинмен айналысқан, қазір таңда жабық тұр. Қазір бұны магазиннің ішін көрсететін боламын. Үйден арқылы өтуге болады бұл магазинге. Бұл магазиніміздің заттарының барлығы дайын, сатып алып бірден продуктілеріңізді әкеліп қойсаңыздар, ары қарай бірден бастап кетсеңіздер болады. Міне осындай машина кірмесін деп осындай нелерімізге істеп қойған темірлермен. Енді кеттік аулаға қарай өтейік. Мына жері стяжка, ал былай қарай уже үйімізге брусчатка төселген. Үйіміздің сыртқы көрінісі міне осындай. Мына тұсымызға осындай әдемі сәкіміз қойылған, төбесі навесімен бірге. Ал былай қарай жаңағы қоспа стройкілеріміз. Бұл үйдің салынған жылы 2005 жылы күйдірілген қыштан соғылған, әдемі кірпіштен соғылған, барлығы сапалы салынған. Үйге келсеңіздер, үйдің егесі өздері сіздерге әдемілеп барлығын түсіндіріп айтып береді. Оның барлығын айта берсем, қазір видеоға сыймай қалады, сондықтан өздеріңіз асықпай келіп көрсеңіздер болады. Өзінің бағасына жалпы стоит үй. Міне кіреберістің өзін осындай әдемілеп істеп қойған. Жері 10 соттық әдемі бау-бақшасына дейін бар. Енді мына тұсымызда үйдің жаңағы жаздық асханамыз, қол жуатын орнымыз, кіреберісіміз кафельденген. Жазғы уақытта үйдің үйлері осы жақта болады, осы жақтан тамақтанады. Әдемі ғана. Мына жаңағы котельнийіміз, баня, үй барлығын жылытып тұрған. Мына жаңағы теледидар қарап тынығатын бөлмеміз. Сыртқа қарай шығайық. Ауламыз жаңағы айтып брусчатка. Мұнда үйдің сарайымыз, және де мұнда үйдің банясы бар. Бұлай қарай баняға өтеміз. Ар жағы парилкасымен бірге. Енді бұл бау-бақшамыз. Жері 10 соттық. Міне жемістердің барлығы өсіп тұр. Сіздерге көрініп тұр ма? Мұнда жүзіміміз бар. Осындай әдемі укроптарымыз бар. Бұл не алма, алмұрт. Барлығы өсіп тұр, қараңыздар. Мынау жаңағы мал қорамыздың көрінісі. Мынау жаңағы су 18 метр жерге қағылған жалпы. Мынау жаңағы өсімдіктердің барлығы өсіп тұр. Жеміс жидектер. Мына тұсымызда үйдің бау-бақшасы, мал қорасы бар. Үйдің сыртқы көрінісі міне осы. Енді жүріңіздер, сіздерді үйдің ішіне кіріп, проектісімен танысып шығайын. Енді үйіміздің бұл міне кіреберіс аймағымыз. Енді сіздерді бөлмелердің барлығымен кезекпен кезек танысып шығатын боламын. Міне бұл кіреберіс аймағымыз. Кіреберісімізге осындай әдемі кафель төселген. Осы кафель аймақтардың барлығы жылы еден қойылған, жалпы теплый пол. Қыстың күні кіріп келсеңіздер, әп-әдемі жып-жылы болып тұрады. Кіргеннен кейін мына тұсымызда осындай жуынатын орнымыз бар. Сол жақ бөлігімізде үйіміздің жалпы әжетханасы, арестоны бар. Осындай жуынатын бөлмеміз бар. Осы жерде арнайлап қойылған. Енді кезекпен кезек асықпай таныстырып шығатын боламын. Мынау оңға қарай бұрылатын болсақ, бұл жаңағы магазинімізге қарай өтсеңіздер болады. Бұл магазиніміздің жалпы склады. Ал енді мына жақта магазиніміз. Магазин жалпы осы үйді сатып алсаңыздар, барлығы дайын, тек продуктілеріңізді әкеліп, жұмысыңызды бастап кетсеңіздер болады. Міне осындай полка барлығы дайын, кондиционермен бірге. Жалпы аппараттың барлығы дайын тұр. Міне жаңағы енді кіреберіс аймағымыз. Енді негізгі бөлмелерге өтейік. Міне бұл екінші қабатқа қарай өтетін
орнымыз. Мұнда холл, осы холлдан бөлмелері тараған. Жалпы енді бұл үйіміз сатылған жайда барлық заттармен қалдырылады. Басқа қалаға көшу мақсатымен сатылып жатыр. Так, бірінші қабаттағы бұл жатын бөлмеміз, бірінші жатын бөлме. Осындай шағын ғана үй, үйдің ішкі ауданы шамамен 180 шаршы метрді құрайды. Енді бұл үйіміздің бірінші қабаттағы қонақ бөлмесі. Кондиционер жұмыс жасап тұр. Барлығы таза, аккуратно ұсталған үй. Енді жүріңіздер, екінші қабаттан сап жүрейін сіздерге. Осылай баспалдақпен көтерілесіздер. Енді бұл екінші қабатымыздың көрінісі. Екінші қабатқа қарай мұнда үйдің жалпы детские бір бөлмесі, және де арғы тұсымызда тағы да бір бөлмеміз орналасқан. Міне осындай. Мұнда үйдің тағы да жатын бөлмесі. Бөлменің барлығы кең, ауқымды, заттарыңыз сияды. Енді міне бұл үйіміздің екінші қабаттағы үлкен қонақ бөлмесі. Ал енді осы үй сатылымда. Толық ақпарат білу үшін астында көрсетілген телефон нөміріне хабарласыңыздар. Рахмет, сәтті саудасы болсын.